Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен нан салманың дайындалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді майда бөліктерге бөліп аламыз. Отқа табамызды қойып, қызып тұрған майға етті салып, жақсылап қуырамыз. Туралған пияз бен тәтті болгар бұрышымызды салып, тағы да 5 минуттай қуырып аламыз. Енді қызанағымызды немесе томатты салып, тағы да жақсылап 5 минуттай араластырамыз. Жақсылап қуырылғаннан соң бетін жауып 15-20 минутқа қоямыз. Содан соң барып, сәбіз бен картопымызды салып, тағы жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз және ыстық суымызды құйып, бетін 20 минутқа жауып қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Қамырға бізге жұмыртқа және суға тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызға құйып, қамырымызды бір келкі болғанша жақсылап илейміз. Қамырымызды илеп болған соң бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Енді қамырымызды жұп-жұқа етіп жаямыз. Біздің қамырымыз дайын, енді лапша тәріздес етіп, қамырымызды кесіп шығамыз. Біздің қамырымыз дайын, енді қайнап тұрған суға тұз саламыз және қамырымызды салып, бір қайнап шыққаннан кейін сүзіп аламыз. Дайын болған қамырдың үстіне подливамызды құйып, жақындарымызға ыстықтай ұсынамыз. Өте тойымды әрі тез дайындалатын тағамның түрі, сондықтан міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.